Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр. Мен бүгін алғашқы рет ойнап атқан жоқпын Free Fire дейтін ойынды. Жарайды, көптеген адамдар осы ойынды біледі. Өте популярны деп жатыр. Мені Google'дан енді новостині жібермейді ма? Және де егер де қатып жатса кешіріңіздер, мен дейтін бірінші рет түсіріп жатырмын ғой видеоны. Жарайды, мен Максимді аларым. Айтпақшы, тайный магазин дейтін бір нәрсе оралды деймін қайтадан. Мен оған кірдім, алмазын купонды алдым. Алмазыма рейтингті ұтып алғаным бар еді. Бұрын білмеймін қашан екенін, алдында ұтып алдым. Және де видео қарап ұтып алуға болады алмаздарды. Календар сияқты бар, соның ішінде событияның ішінде смотреть видео деген дейтін ішінде. Жарайды, Максим деген маған ең жақсы, ең күштісі, енді персонаж сияқты ғой. Маған ұнағаны грипті жылдам жейді. Маған ана гриптар өте көп керек болады рейтингті. Сонда біреуді атып жатырасыз ғой, өміріңіз тез кетіп қалады. Сонда сіздердің басқа бір енді дополнительный жизньдеріңіз болады ғой дегенде ғой. Жарайды, мен пойызға мінерім. Пойызға мінгенді күшті көрем, өздігіммен жүрем. Маған ішінде көптеген кодтар керек сияқты. Білмеймін, Unity дейді ме, сондай бір нәрсемен жасаған сияқты осы ойынды. Айтпақшы, обновление ұнады, себебі әлгі зомбиның режимі бар емес па, сол ұнап тұрмаған. Бұрын ойнаған жақын бір кездерде. Соны ойнағанда мен дейтін зомбиларды аттың соңғы боссы оп-оңай болып, келесі режимді істейді деп ойлаймын. Free Fire'дың разработчиктері Гаренаның самолеттен түсіп жіберейін. Қатып отыр ғой, кешіріңіздер. Алғашқы видеом болған үшін. Ең басында айтқандай ғой енді. Жарайды, ана жерде бір үй бар екен, соған барып жіберейін. Ана жерде бір түсіп отыр ғой. Көріп тұрсыздар ма? Мен барайын деп отырған үйінің тағы артына. Түсіп батыр. Жарайды. Жарайды, мен минаны тауып алдым, жақсы болды. Жарайды, мен дейтін УМП дегенді тауып алдым. Ол ПП дейтін патронмен істелінеді, білесіздер деп ойлаймын. Егер де олар керек болатын болса, сары түсті бір жарқырап тұрады ғой бір. Жарайды. Айтпақшы, одан көріп бір МП-40 дейтін бар. Сондайды күшті көрем, барлық автоматтардан көрі. Жылдам атады, бірақ патрон жылдам бітеді. Айтпақшы, айтқандай, мына үйдің артында біреу құлады деп едім ғой. Құлаған жоқ, парашютпен ғой. Айтпақшы, арбалетім бар, ол жизньді жылдамырақ не істейді 2 уронның арқасында. Менде мина бар ғой, қойып кетейін. Біреуді енді шақырып алам ғой терезе арқылы. Сосын барып ол кетеді жарылып. Жарылмайды деп ойлаймын. Жарайды, айналамды қарап көрейін.
Аны егерде қызыл стрелочканы көрсем, өзім атып көрерім сол жаққа қарай. Маған. Жаңа стоп моушн болды, қатып кетті деп ойламаңыздар. Анда біреу кіріп кетті ғой, атып жіберейін деген. Осы арбалетпен жылдам атып жіберуге болады. Жылдамырақ емес, атып жіберуге емес, жарайды. Үлкен уронды жіберуге болады деген сөз ғой енді. Жарайды, стоп моушнға қойдым, тағы да көп стоп моушн болады. Сондықтан да енді видео өте ұзақ болмау үшін ғой. Егер де видео өте ұзақ болса, онда айтпақшы ана жерге мен дейтін минаны қойып кеттің ғой, қалай жүрмін ол? Егер де видео ұзақ болса, ол қызықсыз болып қалуы мүмкін деп айтқан маған. Админ Ру дейді ма, мастерская настроение дейді ма. Не нуб ба жүрген? Жарайды, менде айтпақшы ақша толып тұр. Мына Максим болса өте қымбат. Алмазым 5-еу рейтингті алған әлгі. Шындығымды айтайын, әйтеуір бір видеом болды, бірақ та ол өте біртүрлі болды. Дымда озвучкасы да болған жоқ. Жай ғана дауыссыз бір зат сияқты болды. Бірақ мен енді новыйдан аккаунтпен бастап отырмын ютубты. Сондықтан да ол видеом енді қалды. Ол видеом Free Fire ініммен деп аталады. Жарайды. Достар, мен сіздерге қызықсыз болмау үшін комментировать етіп отырам. Айтпақшы, менің телефоным Xiaomi S6 дейді. Негізі S5 күшті. Мен қарағам, өте қатты дейді ма, пазл арнасы. Қатып отыр. Жоқ, достар, интернеттің кесірі деген сөз емес қой енді. Памятім көп қой, мен редактированияға, монтажға ғой, яғни өте көп приложенияны алғам. Сол үшін қатып атқан шақты. Қатып отыр, сондықтан да ан жақта біреу жүрген шақты. Жарайды, кешіріңіздер осы монтаж үшін. Және де сіздермен бірге болған мен Ернұр. Сау болыңыздар.